Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен Аллаға сансыз шүкір, бүгінгі таңда аман есен көріп, тағы бір жаңа видеоның жаңа бір роликтің дүниеге келуіне видео түсіріп тұрмын. Сондықтан бүгінгі тақырып жалпы баламен қарым-қатынас, ата-ананың болашақ үлкен мықты азаматтарды тәрбиелеу үшін, болашақ мықты жандардың қоғамда орын алу үшін жібермеу келген қателіктер, баланы патшадай қылдырып тәрбиелеу үшін баланы қаныңдай күту керек деген сөзді естіген боларсыз. Оның себебі қалай? Баланы жалпы біз баламыз жоқ кезде баланы сұраймыз, ал баланы Алла берген кезде біз максимум 1,5-2 жылға дейін бір қылығы шығып тәп-тәтті болған кезін ғана жақсы көреміз да. Баланың жөнім күнім ол қарап күлсе күлеміз, ол қарап езу тартса нетеміз, ол жаңағы бір ол кезде аузын тіпті шошайтса да күлеміз, тәтті деп. Өйткені ол ешкімге тиіспейді, ешкімге қауқары жоқ уақытта жаңағы оның қылықтарының бәрі әдемі болады да. Ал ол жаңағы аяғын басып жүріп, мына өмірге, қоғамға араласып, жаңағы бірдеңелерді білгісі келіп, бәрін үйренгісі келген уақытта біз не істейміз? Тежеп тастайды екенбіз. Қой, болмайды, теспе, ол білмейді ғой, ол болмайтынын білмейді, оны шашуға болмайтынын білмейді, оны түсіндіру керек екен де. Жаңағы сабырлықпен, шыдағаттылықпен, оның бәрі оңай емес. Но сіздің де осы күнге жетуіңіз үшін, сіздің де ата-анаңыз сондай нәрседен өткен, сізді де қандай қылдырып тәрбиеледі, сіз сондай болып шықтыңыз. Сондықтан балаларға жаңағы неғұрлым махаббатпен үйрету керек нәрсені, күшпен емес. Бізде не істейміз? Жаңағы бір рет тыңдамаса, 2 рет тыңдамаса салып кеп жібереміз. Ал салып кеп жүргенде сіз ойлаңызшы, кіп-кішкентай жүрегі бар, кіп-кішкентай бәрін білгісі кеп тұрған жанның қандай қорқынышпен қорқып қалатынын сезіңізші. Ал ол бала жаңағы қорқып бұғып қалады да, келесі жолы бірдеңе сұраудан қорқақтайды, сескенеді. Содан сескеніп өскен, қорқып өскен, бұғып өскен бала қоғамда да ертең өз орнын таба алмай қалады екен. Сондықтан болашақ балаларымызды, алтын тәжіміз, біздің үйіміздегі періштелерімізді біз неғұрлым сабырлықпен, неғұрлым махаббатпен, неғұрлым жылы, неғұрлым андай қорықпайтын, қауіпсіз орта екендігін балаға сездіріп өсіру керек. Бала ата-анасынан жақсылық көрмесе, бала ата-анасының жылы алақанын сезбесе, бала ата-ананың жұмсақ жүрек мейірімін, үйінің сондай жылылығын сезінбесе, сырттан бала жылылық сезіне алмайды. Үлкен қоғамға араласқан кезде осы болады, бір мектепте бір баланы түртпектеп жүреді, ылғи да жаншып, ылғи да ұрып кетіп, теуіп кетіп, балалар тиісіп кетеді. Ол неден? Ол жаңағы осы үйде бала төменшіктеліп, үйде бала махаббат мейірім көрмегеннен, баланы үйде ұрып, баланы үйде зекіп өсіргеннің әсерінен бала қорқақтайды. Қоғамда қорқып өскен, ішінде қорқақтығы бар бала сыртқа көрініп тұрады, ынжық болады бала. Ол неге? Әлемде бізде тартылыс заңы деген заң бар өзі. Тепе-тең заттарды бір-біріне тартады. Сол сияқты сіздің ішіңіз қандай, қоғам сізден сондайды көріп тұрады. Ол сізге көрінбесе де энергия, бірақ сіз қоғамда сондай екеніңізді көрсетіп қоясыз. Өйткені сіздің ішіңіз пустотада, жеп-жеңіл, жаңа жұмсақ нәрсе деуші еді, жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем деп. Сіз жұмсақ болған сайын, сіздің жаңағы ешқандай неңіз жоқ болған сайын, сізді көрінген басына беруге болады деген балада да болып қалады да. Өйткені менің әке-шешем ең мейірімді, ең жақсы, мен ең жақсы көретін әке-шешем ұрғанда, бұлардың ұрғаны ештеңе емес, ештен кетпейді деген сияқты бір таяныштай болып жүре беретін болып кетеді балаңыз. Сондықтан балаңызды қоғамда шеттетпесін, балаңызды көрінген төпештемесін десеңіз, үйде баланы еркелетіп, құшақтап, жылы құшағыңызбен бар мейірім махаббатыңызды беріп өсіріңіз. Тіпті оны жаңа адамның көрінісінен байқай алмасаңыз да, мен жай мынандай мысалмен түсіндірейін. Сізде үйіңізде бір жайқалып өсіп тұрген гүл болсын деңізші. Гүлге адамдар қалай қарайды?
сүйсіне қарайды ғой, сүйсіне қарайды, әдемі екен дейді. Ал сіз жаңадан тағы да соның қасына гүл өсірмекші болдыңыз. Гүлді аласыз да горшокқа егіп отырғызып қоясыз. Құм саласыз, нетесіз, егіп өсіресіз, жаңа күні бірінші күні сізде ниет болады, бұл әдемі жайқалып өсетін гүл болады, әдемі гүл болады деп оған тиіспейсіз, суарасыз, 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн тұрды. Одан кейін сіз су құюды ұмытып кеттіңіз. Сосын ол алдыда шірей бастады. Ол неден болды? Сіз жаңағы мейірім махаббат бермеген бала сияқты болады. Оған су құйылмаса, бірдеңе жетпесе, ол гүл солады. Ол солай өспей бастаған кезде сіз алып бірдеңені жұлып алсаңыз, соны баптаудың орнына емес, оны жаңағы сілтеп қалсаңыз, қаттырақ шелегімен немесе үстінен бірдеңе жаңағы егіп жатқан дәніңізді жұлып алсаңыз, ол гүл жара ма? Жармайды. Сол қалпы барып далаға сіз қоя салсаңыз, даладан өтіп бара жатқан адамның өзі, мынау өсейін деп тұрған әдемі гүл екен, мынадан болашақ гүл шығады деп көре ме? Жоқ, өйткені сіз оны сілкелеп лақтырып жүргеннен өзге де тура сондай көзқараспен қарайды да, тіпті аяғының жанында жатса теуіп кетеді. Тура сол сияқты сіздің балаңыздың бойында ата-ана дамытқан қасиетпен, ата-ана үйінде қандай тәрбие көрсетті, қандай мәміле жасады баламен, мейір махаббатпен ба, зұлымдықпен ба, күшпен ба. Балаға күш қолдану дегеннің өзі тәкаппарлыққа жатады екен. Өйткені оған сіз ата-аналық зұлымдық көрсетіп тұрсыз. Сіз үлкендігіңізді пайдаланып, сіз ата-аналық авторитетіңізді пайдаланып, шамасы келмейтін кішкентай баланы жәбірлеп тұрсыз. Сізден ғана үйренгісі кеп, сізден білгісі кеп тұрған, әлемді танығысы кеп тұрған кішкентай өзіңіздің жүрегіңізді жарып шыққан балаңызға сіз осындай қорқыту, үркіту, жаңағы ұрып жіберуді істеген кезде бала қоғамда таяқ жесе де ештеңе етпейді. Бұл заңды құбылыс деп бастайтын болады. Содан біреу теуіп кетсе де, біреу ұрып кетсе де, біреу түртіп кетсе де жүре беретін болады. Ал ондай адамнан болашақта үлкен азамат, үлкен адам шығуы мүмкін ба? Ойланып көріңізші. Сондықтан үйлеріңізде балаларыңыз бар ма? Соғұрлым құшақтап, мейір махаббатпен, шыдамдылықпен, әрине оңай емес, максимальный төзіп балаға білгісі келгенін үйретіп, жаңағы мейіріміңізді беріп өсіріңізші. Уақыт өте жылдам өтеді, тез өтеді. Сіз бірдеңені үйретіп үлгергенше ол бала өсіп кетеді. Сіз құшақтап, сүйіп, көп болса 5-6 жасқа дейін сіз құшақтап сүйесіз, одан кейін бала бетінен де сүйгізбейтін болады, өйткені өсіп кетеді бала. Сондықтан әр нәрсені бақытты уақытында бағалаңыз. Сізге берген бала сіздің жеке меншігіңіз емес, сіздің аманатыңыз. Сізге берілген бала сіз ұрып соғу үшін, сіз менмендігіңізді, сіз тәкаппарлығыңызды көрсету үшін, тәкаппарлығыңызды сындыру үшін келген жоқ. Ол аманатқа келді. Аманатқа ешқашан қиянат жасамаңыз. Сіз өсірген бала қоғамның ертең бір бөлшегіне айланады. Қоғамда кімді тәрбиелеп жатырсыз? Ертең артыңызда қалатын із қандай болады? Сол сізге байланысты. Ертең сізді сыйламай жатса балаңыз, сізге құрмет көрсетпей жатса, сізге хабарласпай жатса, сізді іздемей жатса, кімнен көресіз? Кімнен көресіз? Сондықтан уақытында, қолыңызда барда, бүгін, міне бүгін барлық дүниені, барлық нәрсені бағалап үйреніңіз. Балаңыз кішкентай екен деп, оны қорқытып, үркітіп, ұрып емес, бар шыдамыңыздың жеткен жеріне дейін мейір махаббат көрсетіп өсіріңіз. Мейір махаббатқа қанып өскен бала болашақта бұзық болуы мүмкін емес. Мейірім махаббатқа қанып өскен бала ата-анасын тастап кетуі мүмкін емес. Мейір махаббатқа қанып өскен бала болашақта өз баласын тәртіпсіз, тәрбиесіз бала жасауы мүмкін емес. Сондықтан барлығы басынан басталады. Қазақ балық басынан шірейді деп айтқан, басынан бастап, басынан, бүгінгі күннен, отбасынан, үйіңізден баламен қандай мәміле жасайтын болсаңыз, қоғамда бала сондай болады. Сондықтан
барлықтарыңызға шыдамдылық тілеймін, сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға балаң жақсы болса, жалпы жердің беті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы деп айтқан, ал сол жаман мен жақсы баланы жасауға жалпы да өзіміз себепкер болып болмайық. Сондықтан жақсы бала жасайсыз ба, жақсы баланы тәрбиелеп шығасыз ба, қандай баланы жасап шығасыз, ол қоғамнан дегенмен бастапқы фундамент сізден. Сіз сүйіп өсірген, сіз жаңағы тағы да қайталап айтайын, еркелетіп өсірген, үйінде мейір махаббатқа қанып өскен, іші махаббатқа толған бала жалпы әлемге де махаббат бере алады. Қандай дән ектіңіз, сондай жеміс аласыз. Сондықтан күндеріңіз шуақты болсын, өмірлеріңіз бақыт пен байлыққа толсын. Бай қуатты болыңыздар. Сіздердің барлықтарыңызды Алланың разылығы үшін жақсы көремін.